Ішектің ластануын қалай білеміз? Осы видеода сіздерге ішек қалай ластанады, не үшін ондай болады, барлығын мен түсіндіретін боламын. Сіздерден өтініш, каналыма тіркеліп алыңыз. Жалпы мен өзімді таныстырып өтейін. Мен Серікбаева Жанат Батырханқызы, интегративті жалпы тәжірибелік дәрігермін, яғни отбасылық, детский, взрослый барлық адамдарды қараймын. Егер сізде асқазан ішек жолында проблема болып жатса, консультацияма келсеңіз болады. Ішектің ластануының жалпы 3 белгісі бар. Тәттіге деген құмарлық. Яғни сіз бір жерде отырсаңыз, бір салат нәрсені жегіңіз келмейді, тәттіні, сладкийді, тортты, конфетті, печеньеді жегіңіз келіп тұрады. Тағы бір белгісі бұл беттегі неше түрлі безеулер, бөртпелер, беттегі жаралар, немесе қолыңызға шыққан экзема, дерматит, бұның барлығы бізде ішектің ластанғанын білдіреді. Тағы бір белгісі, үшінші белгісі бұл біздегі іштің қатуы. Егер сіз неше жылдан бері осы іштің қатуымен қиналып жүрсеңіз, осы ішекті, әсіресе өт бауырдың қызметін тексертіңіздер. Бұл бізде ішегіміз ластанғандығын үй жағдайында қалай білеміз? Бірінші белгісі бұл тіліңізді ашып қарасаңыз, тіліңіз аппақ ақ жабымен қапталып тұрса, ішегіңіз ластанып кетті деген сөз. Көп жағдайда бұл ішектің ластануын немесе тілдің ақ жабымен қапталуын кандидоз деп атайды. Кандидоз деген бұл диагноз емес. Бұл жаман бактериялардың, яғни саңырауқұлақтардың организмде бактериялардың көбейіп кетуі деген сөз. Жалпы бұл не үшін көбейеді? Бұл бактерия бүкіл организмде, бүкіл адамда болады. Менде, сізде, неше түрлі қасыңыздағы адамдарда болады, бірақ неге именно көбейіп кетеді? Бұл біздің ең бірінші тамақ қорыту нашарлауы. Оның себебі өт дұрыс ақпағаннан. Өт дұрыс ақпаса, міне қараңыздар. Мынау бізде өт қалташасы. Осы қалташадан өт қышқылы ақпаса, ұйқы безінде фермент бөлінбейді, сіздің тамағыңыз қорытылмайды. Бірінші себебі өт дұрыс ақпайды, тамақ қорытылмайды, содан токсиндер жинала береді. Және де мынау алдымызда ораза келе жатыр. Ораза кезінде ағзада ашығу болады, сусыздану болады және микробиотаның әлсіз болуы, яғни бізде ішекте пайдалы бактериялар болады. Сол пайдалы бактериялар емес, керісінше зиянды бактериялардың көбеюінен бізде жаман кандидоз бактериясы көбейіп кетеді. Енді қараңыздар, бұл неден пайда болады? Ең бірінші, антибиотикті көп пайдалансаңыз. Мысалы, көп адам мұрны кішкене пышылдап, мұрны ағып, кішкене жөтел болса, сразу антибиотик салады. Ондай кезде осы жаңағы микробиотамыз, біздің пайдалы бактерияларымыз, керісінше жаман бактериялар ол жерде көбейіп кетеді. Сондықтан да антибиотиктен кейін ішекті восстановление жасау керек болады. Және тағы бір себебі фастфуд өнімдері, яғни тамақтану дұрыс емес. Көп тәтті тамақ жейді, көп фастфуд өнімдерін жейді, ұн өнімдерін, газды сусындарды көп пайдаланатын болсаңыз, бұл да жаман бактериялардың өсуіне алып келеді. Тағы бір себеп иммунитеттің түсуі, ұйқы дұрыс емес, созылмалы стрессте жүрсіз, немесе түнімен ұйықтамайсыз, сменде жүрсіз, жиі ауырғыштық мазалап кетеді сізді. Сондықтан да сізде осы шағымдар болып, антибиотикті көп пайдалансаңыз, тәттіге құмарлығыңыз болса, міндетті түрде ішкі құрылысыңызды тексертіңіз. Және жаңадан бері айтып жатырмын, өт дұрыс ағу керек, чтобы біздің тамақ қорыту үшін, жаман бактерияларды шығару үшін. Не үшін? Себебі өт бізде антисептик. Сіздің ағзаңызға түскен паразит болсын, осы жаман кандидоз болсын, жаман бактерия, токсин болсын, бәрін бізден шығарып отыратын өт. Өтіңіз антисептик, сіздегі жаман бактерия бәрін шығарады. Егер өт дұрыс ақпаса, спортыңыз баяулайды, ұйқы безінің фермент бөле алмайды, ауызға шыдам келеді, жүрегіңіз айниды, құсқыңыз келеді, қабырғасыңыз ауырады, неше түрлі белгілер бар. Кейбір пациенттердің кожасына қарай шығарады. Не үшін? Себебі өт ақпады, ішегіңізде бактерия туыла, ол да бір жақтан шығару керек. Запор болып тұр, сізде ішіңіз қатып тұр. Я ішекпен шықпайды, я өтпен шықпайды, жаңағы сол кезде міндетті түрде ол сол кезде кожамен шығарады. Яғни кожаңызға бөтпей береді, жара береді, немесе қысып шығарып тастайды, сондай белгілермен көрсетеді. Және де бізде гормоналдық өзгерістерге алып келеді. Мысалы, өт ақпады, уже ұйқы безін бұзып жатыр, ұйқы безде фермент бөлінбейді, инсулинге төзімділік болады, стресс жағдайында кортизол бұзылады, эстроген басым болады. Бұның барлығы кандидоздың өсуіне, организмнің бір-бірімен байланысты. Былай айтқанда, өт ақпады ма, бауыр бұзылады, бауыр бұзылды ма, детокс бұзылады, детокс бұзылды ма, гормон бұзылады, өттің ақпауы, тамақ уже қорытылмады, ішекке уже газ жиналып жатыр, сіздің бактерияңыз көбейіп жатыр, кандидоз болып жатыр, паразит болып жатыр, оның бәрі көбейе берген сайын анемия болады, витаминдер дефициті болады, неше түрлі басқа аурулар пайда болады. Сондықтан да бізде ең бірінші не істеуіміз керек, сіздерге толық айтайын. Ең бірінші, сіз осы себепті анықтау керек. Мен интегративті дәрігер Жанат Батырханқызы осы себепті анықтаймыз. Мысалы, сізде өт дұрыс ақпауы мүмкін, или сіз тәтті тамақты көп жеуіңіз мүмкін, или ішегіңізде бір проблема болып тұруы мүмкін, или сізде гормон щитовидкада проблема болуы мүмкін. Соның барлығын түпкі себебін анықтап, соны емдеу керек. Егер сіз емдей алмай, неше түрлі проблемалармен жүрген болсаңыз, міндетті түрде арнайы чекап деген менде лист бар. Сол жердегі анализдерді, сол жердегі анализ УЗИ-ларыңызды жіберсеңіздер, сіздерге консультация беретін боламын. Яғни проблема неден болып жатыр. Сол үшін
бір ем, яғни мысалы мына дәріні іштің, мынау ем болып кетеді, мынаны ішсең тасың еріп кетеді, мынаны ішсең бас ауруың қояды деген бір ем жоқ. Полный комплекс емделу керек. Яғни бауырдан, өттен бастап, ішегіңізден бастап витаминдерді дұрыстап, сондай жағдайда сізде жақсы результат болады. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыз, себебі осындай пайдалы ақпараттар беріп отырамын. Если сізде осы себептің біреуін уже сезіп отырсыз, мысалы, значит, менде өт ақпайды ғой, менде өт ақпайды, застой болып тұр, значит, ішегім масланып тұр, значит, мен бірінші өтті емдеуім керек деген сияқты өзіңізде миыңызда қазір бір пайдалы ақпарат болып тұр. Яғни сонымен жұмыс жасау керек. Өтіңізбен жұмыс жасаңыз, бауырмен жұмыс жасаңыз, ішекпен жұмыс жасаңыз, микробиоталарды сау ету керек. Мен төменге номерімді, инстаграмды қалдырамын, міндетті түрде хабарласып білсеңіздер болады, немесе консультацияға, немесе осындай видео пайдалы ақпараттар салып отырамын. Келесі видеода өтті қалай айдау керек, сондай сияқты пайдалы ақпараттар салып отырамын. Сіздерге қайсысы пайдалы болып жатыр, қандай ақпарат керек, қайсы себебін таптыңыз, ұйқы безіндегі проблеманы ма, или өттегі проблеманы ма, или асқазандағы проблеманы ма, или жаңағы микробиота, антибиотик көп пайдаландыңыз ба, қайсы сізде себеп болып тұр, соны комментарийге жаза кетіңіз.